بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ajsamikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum deydi. Allah Taala сендердің суреттеріңе, сендердің денелеріңе қарамайды дейді. Ол сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды. Сондықтан Аллах Тааланың бірінші болып қарайтын нәрсесі ол біздің жүрегіміз екен. Адам баласы ең бірінші болып өз жүрегін дұрыстау керек. Жүрегі егер оның дұрыс болатын болса, иншалла оның денесінің бәрі дұрыс болады, иншалла амалы дұрыс болады. Ал жүрегі оның кірленетін болса, дененің бәрі кірленеді. Бұл туралы пайғамбарымыз Алейхиссалам хадисте айтып жатыр. Әла фил жасади мудға. Адамның денесінде бір бөлік бар емес пе? Ида салаха салаха жасаду куллу ва ида фасада фасада жасаду куллу әла ва хия ал-қалб. Егер сол бөлік тазаланатын болса, дененің бәрі тазаланады. Егер ол бөлік кірленетін болса, дененің бәрі кірленеді. Ол жүрек емес пе дейді. Шынында адам баласының жүрегі тазаланатын болса, оның амалы да таза болады бәрі. Аллах Тааланы адам баласы жүрекпен таниды. Аллахтың махаббаты адамның жүрегінде болады. Аллахтан қорқу деген ол жүректе болады. Жүрек ол ниеттің орны. Ал ниет сенің істеп жатқан амалдарыңның қабыл болуының әлде қайтарылуына себеп болатын нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз Алейхиссалам айтады: "Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Шынында сендер істеп жатқан жақсы жаман амалдарыңа, ниеттеріңе қарап сауап аласыңдар, әлде күнә. Ал кім Аллахтан нені ниет етіп сұрайтын болса, Аллах Таала оны соны береді. Яғни жақсылықты ниет ететін болсаң, иншалла Аллах Таала сені жақсылыққа жеңілдетіп қоя салған. Ал жамандықты ниет ететін болсаң, ниетіңе қарап аласың оны дейді. Сондықтан адам баласы бірінші болып жүрегін жөндеу керек. Жүрегі оның тура жолда болуы керек. Ибн Қайим Джаузи бұл туралы керемет сөз айтады. Фа ашрафу ма фил инсани қалбу. Адамның денесіндегі ең құрметті нәрсесі ол оның жүрегі дейді. Неге? Өйткені ол жүрегімен Аллахты таниды. Сол жүрегімен Аллахқа жақындайды. Сол жүректе Аллахтың махаббаты болады. Ол жүрек деген иман мен ғылымның орны дейді. Қалған дененің барлық мүшелері жүрекке бағынады. Жүректің айтқаны бойынша болады бәрі. Өйткені жүректе ниет бар ғой. Сен ниетің жақсылық болатын болса, бір жақсы амал жасағың келсе, сен ниет етесің оны жүректен, сөйтіп ол амалға асырасың денемен. Әлде жүрегіңде бір жаман ниет болатын болса, сол ниетті амалға асыратын ол сенің денең. Онда болатын болса, дененің бәрі ол жүрекке бағынатын болады дейді. Ол жүректің иесі негізінде Аллах. Жүрек Аллахтың қолында. Бұл туралы пайғамбарымыз Алейхиссалам хадисте айтады: "Ал-қулубу байна асба'i рахман юқаллибуха кама яша." Жүректер Рахман болған Аллахтың саусақтары арасында, оны қай жаққа қарасын сол жаққа бұрады дейді. Сондықтан жүректерді тура жолға қоюшы, әлде оны адастырушы болған ол Аллах. Сондықтан пайғамбарымыз Алейхиссалам бұл муқаллибал қулуб деген сөзді көп қайтарушы еді. Ант еткен кезде пайғамбарымыз Алейхиссалам жүректерді өзгертуші болған Алланың атымен ант етемін деуші еді. Ант ететін болса. Әлде дұға қылған кезде пайғамбарымыз Алейхиссалам Аллахумма я муқаллибал қулуб саббит қулубана ала таатик деп айтушы еді. Жүректерді өзгертуші болған я Алла, біздің жүректерімізді өз дініңе, саған мойынсынуға бағындыр. Сонда қатайтыр біздің жүректерімізді деп Аллахтан дұға қылып сұраушы еді дейді. Шынында адамның жүрегіне қарайтын болсаң, ол періште мен шайтаннан келетін кірдің екеуінің ортасында өмір сүреді. Періште адамға ой салады, шайтан адамға ой салады. Шайтан дегеніміз ол жындардың кәпірлері. Сол екеуінің ортасында адам баласы өмір сүреді екен. Кейбір кезде періште оған жақсы ой салған кезде адам өзінде бір ашылы, сондай бір жеңілдік сезеді, нұр сезеді, мейірімділік сезеді, ихлас сезеді өзінде. Аллахқа деген махаббат пайда болады онда. Басқа адамдарға көмектесу деген бір ниет келеді оған. Сонда бір жақсы амал жасауға онда ниет пайда болады. Осы күйінде қалатын болса, ол осы күйде жағдай жалғасатын болса, иншалла сондай бір керемет жағдайда өмір сүреді ол. Бірақ Аллахтың қалауымен біраз уақыттан кейін оған шайтан өз ойын салады. Шайтаннан ой келген кезде адам өзінде бір қараңғылық сезе бастайды, бір қайғы, бір кемшілік сезеді, күмән пайда болады оның несінде. Сөйтіп басқаларға деген бағана көре алмаушылық, әлде өзінің жек көру пайда болады адамда. Сөйтеді да ол бағанағы жүрегі қаралана бастайды. Сонда қарайтын болсаң, екі ненің ортасында жүру. Бір оған періштеп ой салады, бір шайтандар. Сөйтіп сонда бір қиын өмір сүреді. Ал негізінде адамның өзіне байланысты болады көбірек. Ол не? Өйткені Аллах Таала ақиқатқа қарай бұрылам деген, тура жолға қарай бұрылам деген, жақсы амал жасаймын деген жүректі адастырып қоймайды.
керісінше адасып қараңғылыққа кіріп бара жатқан жүректі Аллах Тағала тура жолға шығарып қояр өз мейірімімен. Бірақ тура жолды қалап жүрген жүректі ол адастырмайды. Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим". Адамдар өздерінің жандарын жақсылыққа қарай бұрмағанша Аллах оларға тура жолды көрсетпейді дейді. Ал олар өздерін жандарын тура жолға қарай бұратын болса, иншалла оларға ақиқат есіктері ашыла бастайды. Ал кім тура жолдан адасып, ол қараңғылыққа қарай баратын болса, оның жүрегі қатып қалады. Қатады дегеніміз ол тас сияқты болып қатады. Әлде одан да жаман болып. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала айтады: яһудилер Алланың әміріне қарсы шығып, Аллахтың дінін мойынсынбай, пайғамбар Мусаның әміріне көнбей, өздерінің имансыздықтарын көрсеткен кезде олардың жағдайы не болғанын Аллах Тағала Бақара сүресінде айтады. Одан кейін олардың жүректері қатты дейді. Қасат құлубухум, жүректері қатты. Вахия кал хижара, тас сияқты болып қатты. Ау ашадду қасуа, әлде тастан да жаман, тастан да қатты болып қатып қалды ол. Сөйтіп тастың жағдайын айтады. Кейбір тастар бар дейді. Ва инна минал хижарати лама ятафаджар минху анхар. Кейбір тастар бар, олардан өзендер шығады. Ва инна минха лама яшаққу фаяхруж минху алма. Тастан кейбірде тас жарылып ішінен су шығады. Ва инна минха лама яхбиту мин хашиятилла. Тастан кейбіреулері Аллахтан қорқып иіледі. Ал бірақ мына жүректер тастан да жаман болып кетті, одан еш нәрсе шықпайды. Ол қатып қалды. Сондай бір жаман дәрежеге жетеді жүрек қатқан кезде. Адам баласы жүрегінде, көкірегінде бір тас алып жүргендей болады. Ал енді жүректің ашылуына, әлде оның қатуына себеп болатын нәрселер бар. Біріншіден, жүректің ашылуына себеп болатын нәрсе, әлде оның қатуына себеп болатын, ол Құран оқу. Шын адам баласы егер Құран оқитын болса, оны тыңдайтын болса, иншалла оның жүрегі ашыла бастайды. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала Қаф сүресінде былай дейді: "Инна фи залика лазикра лиман кана лаху қалбун ау алқа самаа ва хуа шахид". Шынында бұл Құранда кімнің жүрегі болатын болса, әлде тыңдайтын болса, куә болып, ол кісіге жеткілікті пайда бар. Құранда адам баласына жеткілікті пайда, ескерту бар. Кімнің жүрегі болатын болса дейді. Жүрегі болатын болса дегеннің мағынасы, ол шынында жүрегі ашылуға өзінің ниеті болып, және оны тыңдауға ниеті болатын болса адамның, Құранда ол өзіне талай пайда табады. Неге? Өйткені Аллахтың сөзі. Әлде басқа аятта Аллах Тағала не деп жатыр? Аллаху наззала ахсанал хадис китабан муташабихан масания тақшаиру минху жулудул лазина яхшауна раббахум сумма талину жулудухум ва қулубухум иля зикриллах. Аллах Тағала ең абзал сөзді сендерге кітап қылып түсірді. Аллах Тағала ең абзал сөзді кітап қылып түсірді. Ол қандай кітап? Ол Құран. Шынында Құран ең абзал сөз, Алланың сөзі. Тақшаиру минху жулудул лазина яхшауна раббахум дейді. Ол сөзді естіген кезде Аллахтан қорқатындардың денесі қалтырайды, титрейді. Ол қандай сөз? Кімдер? Ойланып қараңыздар бауырлар. Алланың сөзін естіген кезде кімдердің денесі қалтырайды деп жатыр? Тақшаиру минху жулудул лазина яхшауна раббахум. Яғни бұл шарт, кім Раббысынан қорқатын болса, шынында, кім Аллахтан қорқатын болса, ол бұл сөзді естіген кезде оның денесі қалтырайды. Қорқады ол. Сөйтіп олардың денелері мен жүректері Алланың зікіріне жебейді. Шынында адам баласына Құран тыңдаған кезде ол тыныштық табады. Жүрегінде де, денесінде де тыныштық табады. Сондықтан Құран оқыған кезде адам баласына өте көп пайдасы бар. Ал Құран оқу дегеніміз оны тек қана оқып қоя салу емес. Құранды оқып, түсініп, оған амал жасауды Құран оқу дейміз. Мысалы, басқа бір кітаптарды оқитын болсаң не істейсің? Оны оқыған кезде адам соны оқып, соны түсініп, сол бойынша амал жасауға әрекет қылады ғой. Дейік үйіне бір зат алатын болса, сол алған затының несі бар, көрсеткіші. Сол кітапты ашып оқиды. Бұл нәрсені қалай құрастырамын, қалай қоямын? Кітапты ашады да, кітапшасын оқып алады да, соған қарай амал жасайды, соған қарай құрастырады. Дұрыс шықпай қалатын болса, қай жер дұрыс болмады деп оны қоя бастайды өз орнына. Әншейін бір дүниедегі затты сондай уайыммен амал жасайтын болса, адам баласы Құранды оқыған кезде қалай бұндай уайым болмайды оларда? Бұл кітапта не жазылған екен? Аллах Тағала бұл кітапта неге бұйырған екен деп ойланбай ма? Сондықтан Құран оқу деген әншейін оқып жауап қоя салу емес. Оны оқып, онда бар нәрсені түсініп, оған амал жасауды Құран оқу дейміз. Оны істемейтін болсақ, онда бізге дейінгі өмір сүрген қауымдардың біреуіне айналамыз. Кітаптары болып, ол кітаптарына амал жасамай, әншейін жүк көтеріп жүрген сияқты. Құранда Аллах Тағала айтқандай: Таурат берілген қауым кім еді олар? Бәни Исраил. Солай емес пе? Бәни Исраил кітапты алды да, бірақ оған амал жасаған жоқ. Әншейін көтеріп жүрді олар ол кітапты. Сөйтіп Аллах Тағала олар кімге ұқсатып жатыр? Кітап беріліп, олар кітапқа амал жасамай жүргендер, олар әншейін
жүк көтеріп жүрген есек сияқты. Кәмәсәли химарин яхмил асфара. Әншейін бағана жүк көтеріп жүрген есек сияқты болды олар. Неге сен амал жасаған жоқ ол кітапқа? Мұсылмандар сондай болмау үшін олар ол кітапқа амал жасау керек. Енді екіншіден бізге жүректерімізді жібітуге керек болған нәрсе, әлде жүрегіміздің ашылуына себеп болатын нәрсе, ол өлімді еске алып тұру. Бұл дүниенің уақытша екенін еске алу және ақыретті еске алу. Сол иншалла жүректерімізді ашады бізді. Әлде оны еске алмау жүректің қатуына себеп болады. Жүректің жабылуына себеп болады. Құранда Аллах Тағала айтады: "Күллу нафсин заиқатул маут, ва иннама туаффуна уджуракум яумал қияма, фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанна фақад фаз, ва мал хаятуд дуния илля матаул ғурур" деді Али Имран сүресінде. Күллу нафсин заиқатул маут. Барлық жан өлім дәмін татады. Тірі қалатын ешкім жоқ. Барлық жан өлім дәмін татады. Бізге дейін қанша адам өмір сүрген болса, олардың бәрі өлді. Біз де өлеміз. Демек барлық жан өлімнің дәмін татады. Ешкім тірі қалмайды. Сол күнді еске алуымыз. Осы күнді еске алатын болсақ, ол жүрек ашылуына себеп болады дейді. Ва иннама туаффуна уджуракум яумал қияма. Сөйтіп сендер Алланың алдында әрбірің өз сыйлығыңды әлде жазаңды алатын боласыңдар қиямет күнінде. Демек қиямет күнін еске алу ол адамның жүрегін ашады. Ол ойланатын болады. Шынында ақыретті еске алатын болсақ, қиямет күнін еске алатын болсақ, еш нәрсе қалмайды. Ол жерде айтып отыр: "Иннама туаффуна уджуракум." Шынында сендер өздеріңнің сыйлықтарыңды әлде жазаларыңды қиямет күні аласыңдар. Ешкім қалып қоймайды ол күнде. "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната фақад фаз." Кім ол күнде тозақтан алыстатылып жәннатқа кіргізілетін болса, ол жеңіске жетті дейді. Сөзге мән беріңдер. "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанна." Кім тозақтан алыстатылып дейді. Тозақтан алыстат деп айтқан жоқ. Жәннатқа кіргізілсе дейді. Жәннатқа кірсе деп айтқан жоқ. Неге? Өйткені адам баласы өзі кірмейді жәннатқа. Ол тозақтан өзі алыстамайды. Керісінше оны алыстататын және жәннатқа кіргізетін басқа біреу бар. Ол оның Раббысы Аллах. Демек ешбір адам өзінің істеген амалымен жәннатқа кіре алмайды. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, ешбірі өз істеген амалымен жәннатқа кірмейді деді. Сол кезде пайғамбарымыздан сұрады: "Уәлә анта я Расулаллах?" Сіздің істегеніңіз жәннатқа кіргізуге жетпей ме деген кезде: "Уәлә ана илля ан ятағаммадани рабби бирахматихи." Егер менің Раббым өз мейірімін алмайтын болса, менің де істегенім жетпейді дейді. Ондай болатын болса, ешкім өз істеген амалымен жәннатқа кіре алмайды. Сондықтан Аллах Тағала Құранда не деп жатыр? Кім тозақтан алыстатылатын болса, Аллахтың мейірімі емес. Аллах Тағала қалаған кісілерін тозақтан алыстатады. Кіргізілсе деген, кірсе деген емес. Жәннатқа кіргізілсе, фақат сол кісі жеңіске жетеді дейді. Ал бұл дүниені, бұл хаят дүние не ол? Еш нәрсеге арзымайтын әншейін нәрсе ол бұның бәрі. Адам баласы ертең күні өкініп қалудың артынан қуатын болса. Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалам бізге ақыретті еске алу үшін қабырға баруды бұйырды. Мен сендерге қабырларға баруға тыйым салған едім. Енді барыңдар зиярат етіңдер, өйткені ол ақыретті еске салады. Мақсат не бұл барудан? Ақыретті еске алу. Шынында қабырға барған кезде адам баласы отырған кезде ойланады. Мына жерде жатқан кісілерді көреді. Сен қалада жүретін болса, ақыретті еске алу өте қиын. Өлімді еске алу өте қиын. Неге? Өйткені шаруалармен жүресің, өмірді көресің, шахваттың артынан қуып жүрген кісілерді көресің, соларға еріп кетесің кейбірде. Дүниені сөйлеп жатқан кісілерге араласасың, соларға араласып кетесің кейбірде. Сөйтіп ақырет туралы ешкім саған хабар бермейді бұл жерде. Әлде бәрі дүниені айтып сені ақыреттен алыстатады. Ал сен қабырға барған кезде отыратын болсаң жерде, сөйтіп мына жерде жатқан кісілердің жағдайы не болып жатыр екен деп ойланатын болсаң, кеше тірі еді бәрі, бүгін өлді. Іште не жағдай болып жатыр оларда? Ертең сен де келесің де соған көрші боласың, сені не күтіп жатыр? Осы кісілер дүниеде жасаған амалдарымен қуанып жатыр ма, әлде өкініш болып көріп жатыр ма оларға қазір? Соны ойланатын болсаң, сен өзің келуге ол жерге дайынсың ба? Оны ойланатын болсаң, иншалла ол сенің жүрегіңнің ашылуына көмек береді. Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалам әла фазруха фа инна тузаккирул ахира дейді. Барыңдар зиярат етіңдер, өйткені ол ақырет еске салады дейді. Ал өлімді көп еске алуға пайғамбарымыз алейхиссалам бізге бұйырып жатыр. Аксиру мин зикри хадимил лаззат ал-маут дейді. Ләззаттардың бәрін кесуші болған өлімді көп еске алыңдар. Шынында өлім келген кезде барлық ләззат кесіледі. Ләззат дегеніміз не ол? Тамақ, киім, демалыс, әйел, осының бәрі ләззат дүниеде біз білетін. Осының бәрі өлім келген кезде кесіледі. Тоқтайды. Соны көп еске алыңдар дейді. Соны тоқтатушы болған, кесуші болған нәрсені еске алыңдар. Ол не? Ол өлім. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала айтады. Юнус сүресінде: "Иннал-лазина ла ярджуна лиқаана ва раду бил-хаяти ад-дуnya ва тмаанну биха вал-лазина хум ан аятина ғафилун."
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا bizning кездесуді үміттенмей жүргендер, bizning кездесуді ұмытқандар, ورضوا بالحياة الدنيا және осы хаятты, осы өмірді өздеріне риза болғандар, وطمأنوا بها осы дүниені өздеріне тыныштық деп тапқандар, والذين هم عن آياتنا غافلون солар біздің аяттарымыздан алыста қалғандар, солар біздің аяттарымызды білмегендер, түсінбегендер. Оларды не күтіп жатыр? Улайка маъвахумун нар. Оларды күтіп жатқан тозақ. Олардың баратын жері, бір ғана баратын жері тозақ. Бима кану яксибун, дүниеде істеген амалдарына лайықты жаза болады дейді. Неге? Өйткені олар дүниеде осы дүниені өздеріне риза болды. Дүниені өздеріне тыныштық деп білді. Ал негізінде бұл дүние уақытша өмір дедік қой. Адам баласы өзінің бұл дүниеде уақытша екенін білу керек еді. Бұл дүниеге риза болмау керек ол. Керісінше ол ақыретті ойлау керек еді. Ақыретті олар ұмытты деп тұр Аллах Тағала Құранда. Ақыретті бізбен кездесуді ұмытты олар. Дүниеге риза болды олар. Және осы дүниені өздеріне тыныштық деп тапты. Сөйтіп біздің аяттарымыздан алыста қалды. Улайка маъвахумун нар. Олардың баратын жері тозақ болады. Бима кану яксибун деген амалдарына лайықты жаза дейді. Сондықтан адам баласы ақыретті еске алып жүретін болса, өлімді еске алып жүретін болса, бұл дүниенің уақытша екенін біліп жүретін болса, иншалла ол жүрегі ашық болады. Тағы жүректің ашылуына себеп болатын үшінші нәрсе, ол бізге дейін өмір сүрген халықтардың тарихына тоқталу. Сөйтіп, одан ғибрат алу. Шынында бізге дейін талай халықтар өмір сүрді. Сөйтіп, олардың арасынан пайғамбарларына еріп, Аллахқа мойынсынып өмір сүргендері қандай сыйлық алды, оған тоқталатын болсақ. Әлде олардың ішінен талай пайғамбарларына қарсы шығып, Алланың әміріне қарсы шығып, қалай жаза алды, соған тоқталатын болсақ, ол біздің жүрегіміздің ашылуына себеп болады иншалла. Құранда Аллах Тағала олар туралы айтады, Хадж сүресінде: "Факааййин мин қарияtin ахлакнаха ва хия залима." Сондай халықтарды айтады. Сондай халықтарды біз ахлакнаха, өлтірдік оларды. Әләкке алып бардық оларды. Ва хия залима, өйткені олар зұлым жасады өздеріне. Соларға тоқтал. Олар кімдер еді олар? Кейінгі аятта айтып жатыр. Афалам ясиру фил арди фатакуна лахум қулубун яқилуна биха. Олар жерде жүрген кезде олардың жүректері болған жоқ па? Ашылайын десе, жүректерімізді ашамыз десе, оларға жүрек берілген жоқ па? Берілді оларға жүрек, бірақ оны ашуға әрекет қылған жоқ олар. Ау азанун ясмауна биха. Олардың құлақтары болған жоқ па? Естеміз десе, десе олардың құлақтары бар еді, бірақ олар естуге әрекет қылған жоқ. Фа иннаха ла та'мал абсар валакин та'мал қулуб аллати фис судур дейді. Шынында адамдардың көздері соқыр болмайды. Көздер соқыр болмайды. Керісінше адамдардың көкіректеріндегі жүректері соқыр болады дейді. Яғни Аллах Тағала ол жерде бізге айтып жатқаны, адамдарға ол көз берді, құлақ берді, жүрек берді. Бірақ олар ол жүректі ашуға әрекет қылған жоқ. Жүректері ашық сияқты, жүректері бар сияқты бізге. Жүректері бар сияқты. Бірақ олар түсінуге әрекет қылмағандықтан, жақсы ниеттері болмағандықтан, Аллах Тағала олардың жүрегін жауып тастады. Олардың құлақтары бар сияқты, естіп жатыр. Ал бірақ Аллах Тағала олардың құлақтарын жауып тастады. Қанша естіді түсінбейді олар. Олардың көздері бар сияқты көріп жатыр деп ойлаймыз. Аллах Тағала олардың көздеріне перде қылып қойды. Олар еш нәрсені көрмейді. Сондықтан көз соқыр болмайды дейді Аллах Тағала. Бірақ көкіректегі жүрек соқыр болады. Олардағы жүрек соқырлығы. Ал енді олар жүректерін ашуға әрекет қылғанда еді, ол соқыр жүректерін ашып, ақиқатты көруге әрекет қылғанда, Аллах Тағала олардың көздерін де құлақтарын да бәрін ашар еді. Сөйтіп оларға ақиқат есіктері ашылар еді. Соларды бізге айтып жатқаны, солардан ғибрат алуымыз керек. Солардың жолынан жүрмеуіміз керек. Біз тура жолды табуға әрекет қылуымыз керек. Соларды еске алатын болсақ, олар қандай жазаларға тап болғанын еске алатын болсақ, иншалла біздің жүректеріміз ашылады. Және жүректің ашылуына себеп болатын нәрселерден бірі ол Аллахты көп еске алу. Шынында адам баласы Аллахты еске алуымен оның жүрегі ашық болады. Әлде Аллахты еске алмаумен оның жүрегі жабылады. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала айтады: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум" дейді Анфал сүресінде. Шынында мұъминдер Аллах еске алынатын болса, олардың жүректерінде қорқу пайда болады дейді. Жүректері жебейді олардың, Аллахтың аяттары еске алған кезде. Сөйтіп қараңыздар, мына жерде Аллах Тағала иннамал муъминуна деп айтып жатыр. Иннама араб тілінде харф хаср дейді. Хаср дегеніміз өзінен кейін келген сөзді қоршап алады. Иннама, сол Құранда Аллах Тағала айтады: "Иннамал муъминуна ихва". Шынында мұъминдер бауырлар. Бұл дегені мұъминнің бауыры ешқашан кәфір болмайды. Кәфір мұъминге бауыр болмайды. Мұнафиқ мұъминге бауыр болмайды. Мушрик мұъминге бауыр болмайды. Мұъминге тек қана мұъмин ғана бауыр болады деген. Сосын Аллах Тағала мәжілде айтып отқан: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум". Шынында тек қана мұъминдер ғана Аллах еске алынатын болса, олардың жүрегінде қорқу пайда болады. Олардың жүректері жебейді. Ашылады олардың жүректері. Мұъминдер. Неге? Өйткені Аллах еске алынып жатыр. Сөйтіп олар тыныштық табады дейді басқа бір аятта Аллах Тағала. Рa'д сүресінде Аллах Тағала айтады:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Иман келтіргендердің жүректері Аллах еске алынған кезде тыныштық табады дейді. Шынында Аллах еске алуымен тыныштық таппай ма жүректер? Шынында мұсылман кісілердің жүрегі қашан тыныштық табады? Аллах еске алынатын болса. Ал имансыздардың жүрегі қашан тыныштық табады? Немен тыныштық табады? Имансыздың жүрегі доллармен тыныштық табады. Әлде теңгемен, әлде үймен, әлде өзі сияқты имансыздар келіп, біз саған көмек береміз, сенімен біргеміз, еш нәрседен қорықпа деген кезде тыныштық табады. Ал мұсылмандар ондай емес екен. Аллах тағала оларды айтып отыр: «Аллазина аману ва татмаинну қулубухум бизикриллах». Иман келтіргендердің жүректері Алланы еске алумен тыныштық табады. Аля бизикриллах татмаиннул қулуб. Шынында Аллахты еске алумен ғана жүректер тыныштық таппай ма дейді. Және жүректі ашылуына себеп болатын тағы бір нәрсе ол Аллах тағаланың бұйрықтарын орындау. Әлде Аллах тағала тыйым салған нәрселерді тоқтау. Кім Аллах тағаланың әмірлерін орындайтын болса өз уақытында, және Аллах тағала тыйым салған нәрселерді тыйылатын болса, ол иншалла жүрек ашылуына себеп болады. Ал егер де Аллах тағаланың әмірлерін қалдыратын болса, әлде Аллах тағала тыйым салған харам амалдар жасайтын болса, ол жүректің жабылуына себеп болады. Бұл туралы Құранда Аллах тағала айтады, Тәуба сүресінде. Мана мұнафиқтардың жағдайларын бізге хабар берген кезде былай дейді Аллах тағала: "Ва иза ма унзилат суратун фаминхум ман яқулу айюкум задат хази имана." Мана Аллахтың аяттары, сүрелер түсірілген кезде дейді, мұнафиқтар бір-біріне айтады екен: "Айюкум задат хази имана." Мына нәрсе қайбіріңнің иманыңды күшейтті дейді. Аллахтың аяты келіп, Аллахтан сүре түсіп жатыр. Сөйтіп мұнафиқтардың айтатын: "Айюкум задат хази имана." Мына қайбіріңнің иманыңды күшейтті дейді. Олардың имандары күшейбейді бұдан. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Ал енді кім иман келтірген болса, шынында олардың имандары күшейеді бұнымен. Яғни бұл жерден бір дәлел айтып кететініміз тағы иманның күшейіп азаюына, иманның көбейіп азаюына бір дәлел Құраннан Аллах тағала айтып отыр. Кім Аллахқа иман келтірген болса, шынында Аллахтың аяттары түскен кезде, сүрелер түскен кезде олардың имандары күшейеді дейді. Сөйтіп олар қуанып, басқаларды қуантады ол хабармен. Ал мұнафиқтар бір-бірінен сұрайды дейді: "Айюкум задату хази имана." Мына түскен аят әлде сүре қайбіріңнің иманыңды күшейтті деп айтады дейді. Ал кімнің жүрегінде ауру болатын болса, оларды күмәндарына тағы күмән қосылады онан дейді. Яғни Аллах тағала аяттар түсіріп жатыр. Ол аяттар иман келтіргендерге күш болып келіп жатыр. Имандарын тағы күшейтіп келіп жатыр ол. Ал кімнің жүрегінде ауру болатын болса, мұнафиқ болатын болса, оның күмәніне тағы күмән қосылып жатыр ол. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Енді кімнің жүрегінде ауру болатын болса, ол кісілердің күмәніне тағы күмән қосылып, олар кәфір болған жағдайда өледі дейді. وماتوا وهم كافرون. Олар өледі, кәфір болып дейді. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Олар көрмей ме? Әр жыл оларға сынақ бір рет, әлде екі рет сынақ келеді. Сынақ дегенде соғыс келеді, қиыншылықтар келеді, сондай сынақтар келеді оларға. Бірақ соның бәрінен олар ғибрат алмайды, тәуба қылмайды. Ла ятубуна ва ла хум язаккарун. Соны түсініп не қылмайды олар, тәуба да қылмайды олар дейді. Ва иза ма унзила суратун назара бa'дхум ила бa'дин хал яракум мин ахадин сумма сарафу. Оларға аяттар түсірілген кезде, сүре түсірілген кезде, олар бір-біріне қарайды, одан ешнәрсе түсінбейді, кейін бұрылып кетеді бәрі дейді. Сарафаллаху қулубахум бианнахум қаумун ла яфқахун. Олар кетіп қалғандықтан Аллах тағала оларды жүректерін де кетіреді дейді. Яғни өздері ақиқатты көріп, ақиқатты қабылдауға әрекет қылған жоқ па, олар иманды қабылдауға әрекет қылған жоқ па, бұрылып кетіп қалды ма ақиқаттан, Аллах тағала олардың жүректерін де кетіреді. Яһудилер туралы Аллах тағала айтты ғой. Яһудилер ақиқатты қабылдамайды. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Олар хидаят жолынан алыстаған еді, Аллах тағала олардың жүректерін де алыстатып тастады. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Дәрсінде мына жерде мұнафиқтар сумман сарафу. Олар кетіп қалды. Аллахтың аят сүрелерін түсінген жоқ, олар кетіп қалды. Сарафаллаху қулубахум. Сөйтіп Аллах тағала олардың жүректерінде кетеді. Бианнахум қаумун ла яфқахун. Өйткені олар түсінбейтін қауым. Сондықтан адам баласы Аллахтың әмірлеріне тоқтаған кезде, Аллах тағаланың бұйрықтарын орындаған кезде, ол өзінің мұсылман екенін дәлелдейді. Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерін тоқталған кезде, шынында ол иманы күшейеді оның, жүрегі ашылады. Ал енді Аллахтың әміріне тоқтамайтын болса ол, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның әміріне тоқтамайтын болса ол, сөйтіп Аллах тағала тыйым салған нәрселерді жасайтын болса, оның жүрегі жабылуына себеп болады бұл нәрсе. Тағы адамды жүрегін ашуына себеп болатын тағы бір нәрсе, ол бауырлар, Аллах тағаланың беріп жатқан неғметтеріне қарауымыз. Өзіміздің бойымызда болған Аллахтың неғметтерін көруіміз. Шынында біз Аллах тағала қанша неғмет беріп жатыр,
Құранда айтқанда Аллахтың сендерге берген неғметтерін санайтын болсаңдар, оның санына жетпейсіңдер дейді. Аллах тағала талай неғметтер беріп жатыр, оны біз көрмейміз. Оны біз жетімдерге қарайтын болсақ, кедейлерге қарайтын болсақ, ауруларға қарайтын болсақ, сол біздің бойымыздағы неғметтерді сезе бастаймыз. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Унзуру иля ман хуа дунакум ва ла танзуру иля ман хуа фауқакум, фа иннаху аждару ан ла таздару ниъматаллахи алейкум." Өздеріңден төмен жағдайда болғандарға қараңдар. Өздеріңнен жоғарыда болған жағдайда болғандарға қарамаңдар. Сонда сендер Аллахтың өздеріңнен сендерге беріп жатқан неғметтерді сезетін боласыңдар. Шында өзіңнен жоғары бір неғметке қарайтын болсаң, ананың сондай бір жақсы нәрселері бар, несі бар, менде қашан болады ол дейтін болсаң, сен альхамдулилля деген сөзді айтпайсың. Аллах тағала саған мына беріп қойған неғметтерін біреуінде көріп жатқан жоқсың. Сен анау менде қашан болады деп тыйым салынған нәрсені үміттеніп отырсың. Ал Құранда Аллах тағала не дейді? Аллах тағала басқаларға беріп, басқаларды сендерден afsal қылып қойған болатын болса, ол нәрсені сендер сұрамаңдар Аллахтан, үміт етпеңдер оны. Аллах тағала кімге қаласа көп береді, қаламағанына бермейді. Қалағанына береді Аллах тағала көп қылып рызықты, қаламағанына аз қылып береді. Қалағанына денсаулық береді, қаламағанына бермейді. Аллахтың өз еркі. Ол істеп жатқан нәрсесі үшін ешкімнің алдына есеп бермейді. Ал бүкіл адамзаттың бәрі сұралады. Онда болатын болса, сен өзіңде жоқ нәрсені армандама, өзіңде жоқ нәрсені үміт етпе, қашан болады деме ол. Керісінше бергеніне шүкір қыл. Сен өзіңде барына шүкір қылуың керексің. Сондықтан сен өзіңнен жоғары жағдайға қарама дейді. Жағдай жақсы қарама, керісінше сен өзіңнен төмендегіге қара. Сонда сен Аллахтың саған берген сенің бойыңдағы неғметтерді көресің. Альхамдулилля дейтін боласың. Құранда Аллах тағала айтады: тәкаппарлық қылған, өздеріне берілген күшті, олар сондай бір өздерінің нәрсесі деп білген ат қауымы туралы айтады. Сөйтіп олар әлсіздерге қараған жоқ, олар нашарларға қараған жоқ, мұқтаждарға қараған жоқ, өздері сондай күшті деп сезінді. Фусилат сүресінде Аллах тағала айтады: ат қауымы жерде ешқандай ақысы болмай тұрып, олар тәкаппарлық қылды дейді. Тәкаппарлық қылды олар. Негізінде адам баласының тәкаппарлыққа ешқандай ақысы жоқ. Адам баласы кішіпейілді болу керек. Тәкаппарлық жалғыз Аллахқа ғана жарасады. Неге? Өйткені ол барлық нәрсенің жаратушысы, барлық нәрсенің иесі, қалағанын тірілтеді, қалағанын өлтіреді, ешкімнен сұрамайды. Ал адам баласы кішіпейілді болу керек. Сол ғана ат қауымы не істеді дейді. Жер бетінде олар ақысы болмай тұрып тәкаппарлық қылды. Кім бізден күшті дейді. Бізден күшті кім бар дейді. Шында Аллах тағала оларға сондай күш берген еді. Үй салған кезде олар жерден, лайдан үй салмайды. Тауды тесіп үй салады өздеріне. Таулардан өздеріне үй қылады. Сондай керемет күшті үй салады. Аллах оларға күш берді. Сөйтті де олар дейді. Бізден күшті кім бар дейді. Өздерін сондай күшті қылып сезінді. Өздерінен әлсіздерге қараған жоқ олар. Әлсіздерге қараса көрер еді. Мыналар әлсіз, біздер күштіміз. Мыналар кедей, біз баймыз. Мыналар ауру, бізде денсаулық бар. Демек осыны істеп жатқан біреу бар ғой. Осының шүкірін айтатын біреу бар ғой. Кімге шүкір қылуымыз керек, кімге ғибадат етуіміз керек деп олар білер еді. Олар оған тоқталған жоқ дейді. Сондықтан олар бағанағы Аллахтың неғметтерін көрмеді, жүректері ашылмады. Аллах та оларға айтады: олар білмей ма дейді, оларды жаратқан Аллах олардан да күшті екенін дейді.